Қайырлы күн достар, мен ауызашарға сәресіне пирожки дайындадым. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен бір қасық тұз салып алдым және бір қасық дрожжды жылы суға араластырып құятын боламыз. Және де бір стакан жылы сүт құямыз. Және 200-300 граммдай сары майды үккіштен өткізіп алдым. Менде қаттылау болды сары май. Сосын әрі қарай жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, міндетті түрде 1 сағаттан кейін қайырып илеуді ұмытпаймыз. Суға 4-5 түйір картошка салып, 1 қасық тұз салдым. Мен бір үлкен жуа және де тағы жарты жуа қосып, осылай ұзыншалап турап, ортасынан тағы бір бөлдім. Қызып тұрған майға қуырып алдым. Қызарған соң ыдысқа салып алып, картошкамыздың піскенін көріп, міне пісті. Сосын әрі қарай сол жуаның бетіне картошканы салып алдым. Езіп аламыз. Құрғақ болған жағдайда бетіне өзінің қайнаған суын құйған дұрыс. Мен ешқандай тұз қосқан жоқпын, тек бұрыш қостым. Қалауларыңыз бойынша дәмін келтіріп алсаңыздар болады. Қолымызбен жайып аламыз. Бөлшектенген қамырларды бөлек-бөлек жайып, ортасына салмасын салатын боламыз. Достар, маған тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер қуанар едім. Және түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Әр қамырдың салмасын салып болғасын біріктіріп, түйілген жағын астына қаратамыз. Және бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаймыз. 180 градусқа 30 минутқа қойып алдым. Көбіне пирожкиді мен ауызашарға болмаса сәресіне жеуге өте тойымды тағамдардың бірі. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Оразаларыңыз қабыл болсын. Міне сап-сары жұмсақ пирожкиміз дайын болды. Балаларыңыз дайындаған кезде қуанып қалады. Кеңес беремін. Және де маған тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер қуанар едім. Сау болыңыздар.